Кайырлуу күн баршаларыңызга. Күндөрүңүзгө сәттүүлүк болсун. Касымда мындай сулуу кыздар бар. Мындай сулуу кыз бар. Гүлдөрдүн касында гүл болуп кетем бекенбиз. Ал кайырлуу күн, курметтүү окурмандар. Мынанын баары сүрүп кетип атыр. В общем, алыс куттуу болсун, келе жаткан улустун улуу күнү куттуу болсун баршаңызга. Және барлыктарыңызга кайырлуу күн тиледим. Биздин 14:30да эфирде жибере болуңуздар. Удачи. Ал достар, кайырлуу күн баршаңызга. Калдарыңыз калай? Ауа райы өтө керемет болуп тур. Бүгүн дүйсенбі. Күн келеріңіз жақсы деген ойдамын. Бүгін бізде осындай әдемі ерекше образ. Бүгін және де бізге жаңа қатысушы келеді. Кім келеді екен деп ойланып отырмыз бүкіліміз. Сол бүгін көретін боламыз. 14:30-да бірінші арна Евразиясы қосылып болсын. Барлықтарыңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Біз эфирға дайынбыз. Білесіздер, 10 күн бізде қазақи эфир. Бізде мейрам. Сол себепті барлығымыз қазақша киініп алдық. Сол себепті эфирді жіберіп алмаңыздар. 14:30-да эфирға шығатын боламыз, достар. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, баршаға қайырлы күн. Бүгін күн берекеге толы болсын. Аптаның басы бізде жаңа қатысушымен басталуда. Сондықтан құрметті достар, бүгінгі эфир жіберіп алмаңыздар. Сіз танитын немесе танымайтын жаңа қатысушы, жаңа бейне болуы мүмкін. Сондықтан 14:30-да бізбен бірге болыңыздар. Ал всем қайырлы күн, қайырлы таң точно. Менде настроение күшті болып тұр. Мен бүгін прям 8-де тұрғам ғой. 8-де тұрып, сол бір кісілер қуантып тұрғызғанда мені. Содан кейін ұйықтамай ұйқым ашылып тұрып жатып шықтым енді. Қайырлы таң достар. Сол ұйқыдан тұрып эфирге дайындалып күніміз сәтті өтсін деп сәл ауырып қалғаным бар енді. Кешеден бері пост салмай, история салмай сол жоқ болып кеткенмін. Кішігірім ауырып. Өздеріңіз не істеп жатсыздар? Қайырлы таңдарыңыз қалай өтіп жатыр? Қалай деп айтсам болады, мен қайырлы таңым былай өтіп жатыр. Прям уже көктем келіп кайф болып жатыр. Уже курткамды шешіп тастадым, по идее. А то ондай қалың болып кетті. Так все күшті болып тұр. Жаққа бара жатырмыз. Всем удачного дня. Сол. Енді неге қуанғанымды көре жатасыздар енді сториялардан.